Мен көп балалы отбасында өстім. Үнемі жетіспеушілік, бөлмеміз біреу-ақ еді. Әкем де шешем де бізбен бірге жататын. Әр түн сайын олардың сыбырлаған дауыстары мен ыстық демдері бізді оятып жіберетін. Әуелде түсінбедім, бірақ уақыт өте келе олардың не істеп жатқанын көзіммен көрдім. Сол көріністерді көрген сайын жүрегім дүрсілдеп, денем қызып кететін. Қорқатынмын, бірақ көзімді алмай отыратынмын. Қараған сайын ішімде белгісіз бір құштарлық ояна берді. Өзімді кінәлі сезінсем де, сол сәттер мені өзгертті. Түнгі дыбыстар, неше түрлі сыбырлар, ата-анамның құшақтасуы бәрі де есімде, мәңгіге қалып қойды. Сол кезден бастап менің жанымда балаға тән аңғалдықпен қатар тыйым салынған бір от тұтанып үлгерген еді. Бір күні әкемнің бөлесі маған жақындады. Ол менен 10 жасқа үлкен еді. Көзінде қатты бір ниет барын түсіндім. Тоңқайып тұр деді ол. Дауысы күбірлегенімен әмірлі еді. Қорықтым, бірақ қашып кетуге батылым жетпеді. Жүрегім дүрсілдеп, бүкіл денем қалшылдады. Қарсылық білдіргім келді, бірақ қол-аяғым қатып қалғандай болды. Ол маған тиісіп жатқанда жанымда қорқыныш пен ұят бар еді. Дегенмен ең қорқыныштысы ішімнен бір жылы сезімнің оянғаны. Сол сәттен кейін мен үнсіздіктің тұтқынына айналдым. Ешкімге айтпадым. Бала болсам да бәрін түсіндім. Бірақ айтсам ешкім сенбейтіндей көрінді. Момын болдым, үнсіз болдым. Ал ішімде тыйымды бұзған бір сезім мәңгі қалып қойды. Түнде ата-анамыздың сыбырын есту біз үшін әдетке айналды. Бірде ағам екеуміз ойнап отырып, мама-папа ойынына көштік. Әуелде ол ойын ғана сияқты еді, бірақ уақыт өте келе ойын шындыққа айналды. Ағам мені құшақтап, еркелеткенде жүрегім дүрсілдеп, денем әлсіреп қалатын. Қарсылық білдіргім келгенімен тәнімнің өзі оны аңсай бастады. Бір түнде ол мені жатын орнына тартты. Сол сәттен бастап ойынның шегі жойылды. Жаным қорықса да, тәнім құмарлықтың отына беріліп кетті. Ағамның ыстығы мені арбап, күн сайын сол сәтті күтетін болдым. Бірақ әр құшақтан кейін жанымда ұят пен қорқыныш қоса оянатын. Жасым ұлғайған сайын тыйымды бұзу жеңілдей берді. Бір күні нағашым да маған тиісіп бастады. Алғашында қарсы тұрдым, бірақ оның өктем қимылдары менің әлсіздігімді әшкереледі. Оның құшағында тағы да қорқыныш пен ыстық араласып жатты. Жүрегім қарсылық білдірсе де, тәнім қарсы тұра алмады. Сол сәттен бастап менің құпиям тағы біреумен бөлісілді. Әрбір құшақтан кейін өзімді жоғалтып алғандай күй кештім. Бірақ жаным тыныштық таппады. Қайтадан құмарлық іздедім. Бәлкім ішімде біреу мені шын сүйіп қалар деп үміттендім. Бірақ оның орнына құмарлық қана табылды. Уақыт өте келе мен мүлде парукам кеттім. Алдымен кластасым құшағына алды. Мектептен қайтып келе жатқанда ағаштың тасасына апарып итерді. Қолымен белімді, екі жағымды қысып сүйіп, ыстық демімен мені арбап алды. Қарсылық білдірмедім. Керісінше сол сәттің ыстығына беріліп кеттім. Оны көрген сайын жүрегім дүрсілдеп, денем ысып суып сала беретін. Сезімге беріліп, ауыл сыртына барып, талай рет көлікті селкілдеткен кездер болды. Көліктің ішінде орындықты қисайтып, түймелерді ағытып, төңкерілген екі жағымды баппен сүйді. Мен де қарап жатпай, қолдарым сумаңдап, оның әр жерін сипалап өліп барамын. Сол түні екеуміз таңға дейін махаббат майданында қарусыз соғыстық. Жатын орында күшті болады дегенді естіген достары да назар аударды. Бірі сыйлық беріп, бірі жылы сөз айтып, ақыры жатын орнына шақырды. Әрқайсысының құшағына кірген сайын жүрегімнен бәлкім осы сүйетін шығар деген үміт оянды. Бірақ бәрінің мақсаты бір болды. Әрбір түннен кейін босап қалғандай болдым.
Бірақ таң атқан сайын тағы да құмарлықты аңсайтын болдым. Тәнім тоқтамады, ал жаным әлі де сүйіспеншілікті іздеп жүрді. Жасым 19-ға келгенде тағдырымды өзгертетін жанды кездестірдім. Ол 40-тағы жан ұялы ер адам. Ол жас жігіттердей емес, асықпайды. Әр қимылы салмақты. Алғашқы түнінде-ақ ол мені қанағаттандырды. Мен қарсыласпадым. Керісінше, соның құшағында өзімді әйел сезіндім. Ол маған жылы сөздер айтты, құшақтап жұбатты. Әрбір қимылы мені бұрынғыдан да терең құмарлыққа батырды. Оның жанында мен өзімді ерекше көрдім. Кейін ол, егер бірге болғың келсе тұрмысқа шығасың деді. Мен келістім. Өйткені бұдан артық жанды кездестірмейтіндей көрінді. Қазір 20-дамын. Өмірімде талай тыйым аттап, талай еркектің құшағынан өттім. Тәнімнің құмарлығы көп рет қанағаттанды, бірақ жаным әлі де тыныштық таппады. Мен ішімнен бақытты отбасыны аңсаймын. Кішкентайымнан бергі арманым мейірім мен сүйіспеншілікке толы жанұя. Бірақ өткен өмірім мені мазалайды. Жанұялы еркектің құшағында жүргенімде жүрегімде екі сезім қатар оянады. Құмарлық пен қорқыныш. Ол мені шынымен сүйе ме, әлде мен де оның өмірінде өткінші сәт қана боламын ба? Сол сұрақ мені мазалайды. Бірақ соған қарамастан мен үміттенемін. Бәлкім уақыт өте келе мен шын бақытқа жетермін. Бәлкім құмарлықтан бөлек шынайы махаббат та маған бұйырар. Ал әзірге мен оның құшағындамын. Үміт пен қорқыныштың арасында.